Миссула қалашығында 70 мың адамдай тұрады. 11 сәуір 1974 жылы бұл қалада болған жайт бүкіл қаланы шошытты. Паунд жанұясына тал түсте қаншер кіріп, сол үйдің шаңырағын бұзды. Паунд жанұясы 5 адамнан құралды. Олар анасы Донна, әкесі Харви, шіркеу қызметкері болып жұмыс жасады, және 20 жасар Кенни мен Карен, 12 жасар Кетти. Сол күні үйде 39 жастағы Донна болатын. Қаншер үйге кіріп, бірінші Харви Паундтың тапаншасын олардың жатын бөлмесінен тауып алып, Донна Паундты ұстап алып, ұрып, төсекке жатқызып жіппен байлап зорлайды. Зорлағаннан кейін ол Доннаны тізесіне отырғызып басынан 5 рет тапаншамен атып өлтіріп кетіп қалады. Кейіннен полиция келіп Доннаның денесін криминалистер тексереді, және денесінің қасында тапаншаны тауып алады. Полиция Донна Паундтың қаншер ұрғанын, зорлағанын растады. Өкінішке орай, көп